Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен осындай әдемі пирогтың рецептімен бөлісейін деп тұрмын. Бұл пирогқа ешқандай да жұмыртқа қоспай жасайын деп жатырмын. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге осындай дүкеннің бір кесе айраны қажет. Айранды құйып аламыз. Осы айранымыздың үстіне орта кесе қант. Қант салып болғаннан кейін бізге ас содасы қажет. Ол орта қасық жеткілікті. Осындай орта қасық салып аламыз. Енді осының үстіне орта кесе сұйық май құйып аламыз. Үйдегі бар заттардан жасалады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай, тез дайындалады. Піскеніне де көп уақыт кетпейді. Сондықтан өте керемет дәмді пирогты рецептімен бөлісейін деп жатырмын. Кейде біз айтамыз ғой, бір нәрсе пісірейін десем, жұмыртқаға баруға ерініп тұрмын, үйде бітіп қалыпты деген сияқты. Сондай жағдайда осылай тез әрі жылдам дайындасаңыздар болады. Енді осыны былғап аламыз. Өте керемет достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай араластырып аламыз. Енді ас содасы ешқандай да зиян емес. Керемет. Ас содасының орнына сіздер қопсытқышта қосып дайындасаңыздар болады негізі. Бір жарым екі кеседей толтырмай осылай ұнымызды дайындап алдық, електен өткізіп, осын саламыз. Енді ұнды бірден салып жібермеу керек. Бөліп отырып, осылай араластырамыз. Кешкілік қана дайындадым. Әдемі шықты, керемет шықты. Сондықтан сіздермен де бөлісейін, сіздер де дайындап отбасыларыңызға ұсыныңыздар деген ниетпен дайындап жатырмын. Видеоны түсіріп жатырмын. Енді қалған ұнымызды саламыз. Керемет, үйдегі бар заттардан салып араластырып 180 градуста пешімізге салып алатын боламыз. Көрсетіп кетейін. Осындай қалып болатын болса, резиновый дейміз ғой. Менде енді розовый бар. Осындай жасылынан бүгін дайындайын деп жатырмын. Оюымен түсетін, енді қалай түсетінін көреміз қазір. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Негізі осындайды алып қойсаңыздар өте пайдалы. Кез келген қонақтарыңызға келетін кезде тез әрі жылдам дайындап дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Енді қалған ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын салып алдық. Енді осыны дұрыстап тұрып араластырамыз. Қою болу керек осындай. Міне достар, осылай араластырып алдық. Міне қою болып тұр. Өздеріңізге жақынырақ бір көрсетейін. Міне осындай болу керек. Артық еш нәрсе қосылған жоқ. Бір кесе айран, орта кесе қантымыз, шай қасықпен орта қасық ас содасын қостым. Және орта кесе сұйық май араластырып алғаннан кейін, бір жарым екі кеседей толтырмай ұнымызды електен өткізілген ақырын салып отырып, осылай араластырып шықтым. Міне осындай қою болады. Енді жабысып қалмасын деп мен аздап сұйық май қостым. Осылай енді щеткамен осылай арасына жағып жіберіп жатырмын. Жабысып қалмасын деп, артық болмайды деп. Енді міне осылай ақырын ыдысымыздан түсіретін боламыз. Ақырын ғана осылай жазып жібереміз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай әдемі шығады. Енді шайға не дайындайын деп жүрсеңіздер, көбінесе аналарымыз кешкі тамаққа не істейміз, шайға не пісірсем екен деп жүреміз ғой. Көп жағдайда қонақ келсе де тез дайындай қоюға әдемі. Көп жағдайда өзі кешкі шай болсын, түскі шай болсын, таңғы шай болсын, осылай алдын ала пісіріп дайындап қоям. Дүкеннен көп сатып ала қоймаймын.
осындайларды. Дүкендікі біртүрлі дәмсіз болатын сияқты, қолдікіне еш нәрсе жетпейді негізі. Дәмді керемет шығады. Міне достар, осылай жақынырақ бір көрсетейін. Міне осылай. Енді 180 градуста тез әрі жылдам беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Пешімізге салып қойдық. Енді 180 градуста қойдым. Енді қазір беті қызарғанша пісіріп алатын болам. Достар, осындай тез әрі жылдам дайындалатын пирогтарды, әдемі рецептерді менің каналымнан көресіздер. Менде әдемі пирогтың басқа түрлері де бар каналымда. Қолжетімді үйдегі бар заттармен жасауға болады. Сондықтан қазірден бастап тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Достар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, беті қызарғанша осындай әдемі қылып, ешқандай бірде-бір жұмыртқа қоспайтын әдемі пирогты пісірдім. Енді қазір көретін боламын. Не қараңыздар, ешқандай да жабысқан жоқ. Ол дегеніміз, яғни әдемі пісіп шықты деген сөз міне. Сіздер де достар, үйде шайға не сатып алсам екен дүкеннен демей-ақ, осылай үйден әдемі пирогты пісіріңіз міне. Ешқандай да жабысқан жоқ. Ол деген тұрғанымыз әдемі пісті деген сөз. Енді мына жағына аудара қоямыз. Ал, бісміллә. Озор жағы қалай түсті екен? Мәссаған. Қандай керемет. Қыздар, қараңыздар. Осындай әдемі пирогты сіздер де үйден жасап, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма қазірден бастап тіркеліп алыңыздар. Осындай кереметтей пирогтарды үйден жасап, кез келген қонақтарыңызға да ұсына берсеңіздер болады. Каналым өте пайдалы. Ал достар, міне біздің пирогымыз суыды. Енді осылай әдемі оюлы піскен пирогымыздың дәмін сіздермен бірге көретін боламыз. Қараңыздар, ортасын қалай керемет піскенін. Міне жұмсақ, әдемі. Қараңыздар, міне күшті болып тұр. Міне достар, осындай әдемі пирогтарды сіздер де үйден жасап, шайға ұсынсаңыздар болады. Міне ортасының қандай болған қараңыздар. Өте керемет. Биік болмаса да өте керемет, дәмді, ортасы 100% пісіп шықты. Мана мен сіздерге көрсеткен болатынмын ортасының қалай піскенін. Сондықтан міне қай бөлігін алып қарасаңыздар да міне керемет. Қараңыздар. Үлпілдек әдемі жұмсақ пирог. Енді дәмін бірге көрейік. Күшті шыққан достар. Міндетті де жасап көріңіздер. Міне. Енді шайға күшті кетеді. Міндетті түрде достар. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Керемет міне. Үлпілдеген керемет пирогтардың рецептімен бөлістім сіздерге. Жылдам дайындалатын, ешқандай жұмыртқа қоспай дайындалатын пирогтың рецептімен бөлістім. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде қолдап кетіңіз. Сіздерге ұнады ма, жаза кетіңіздер. Міне, келесіде сіздердің де осындай жақсы пікірлеріңізді жасадым, әдемі шықты деген еститін болайын. Сау болыңыздар.